Добрый день, уважаемые земляки, гости, родственники, и друзья и товарищи Анатолия Анатольевича. Күкүйден бастаулах, бир дойдулахтарын аймактар, онна Анатолий Анатольевича гиттай бирге, үллән кәлбет табарыстара, онна тоғыттыры. Бияқа бұл кытыл жұралықтақ тұрғар Анатолий Анатольевич бәйтін үлетінен қолабыр боларыда. Бұл қырақы нәхеліктен кытыл жұрал күрттік серттен үлелен қамнан түнді көрттікке тақса жара бияқа мәнчі бұл кәлер көліне өтігер қолабыр ұрар өтібет. Анатолий Анатольевич гитті бігеге бұл үлбә ғылаққа бағылықтан ағылық бұттыңдықта жүйдік кәкке үлләһәм ағылақпыд. Кейдіңді бігеге бұл тұрорының сылдар бұтын әтпақ сыл тұрорынан бөлі бүтін орақылардан тәйітіспеппет. Мәнче білеген ханатақынан кені дойдудуғар отпускатын бұт біреметігер ағаяқ біремеді болдар күтіл жүраға тақсан керерді. Кені төрәбі дойдудуғар бұл улахан ары денерге тақсан кустан, балыктан, отон қомыян керерді. Онна кені ғылы ден бұл әлбақ бұғу балығы қабан жан балықтан, бұлтан, алтан керемден отағыды. Кені байының түхі берерінен бұл түттен, құсыр түттен тағаяқты, балығы түттен тағаяқты ұлан керерді. Онна бұл арыға жан баярқын, онна шқуыны қомыярын тәжіктірге айтын бия қолықанны көді баярқыны қомый бақпытыны чайбер эби кутаммын иһәбин диретимәнче. И Анатолий Анатольевич всегда был моим наставником, он всегда каждую неделю звонил, спрашивал, как у нас дела на слеге, хлеб пекется, бензин есть, с водой обеспечены. И для меня была такая гордость и, конечно же, волнение, то, что первый заместитель председателя напрямую звонит, беспокоится о жизни, интересуется о жизни села. Для будущего поколения мы всегда Анатолия Анатольевича ставим в пример нашим детям, школьникам, что из села Кытылджура вышел такой человек, достиг таких высот. И хочется сказать, что память об Анатолии Анатольевиче останется навеки, мы будем передавать подрастающему поколению. И хотелось бы от имени администрации наследия поблагодарить тех людей, которые внесли свой вклад в выпуск этой книги. Анатолий Анатольевич будет всегда с нами, будет всегда вспоминать о нем только добрыми словами. И слова напутствия Анатолия Анатольевича, слова наставления сейчас для моей работы имеет определенную цель, и она входит в план моей работы.